қатты қытырлақ пицца жасап көрсеңіздер, бұл рецепт сіздерге арналған. Жұмыртқа, бұл жерде ерекшелігі жылытылған болу керек. Қант, тұз, дрожжи. Жұмыртқаңыздар жылы болса жақсы, сүтіңіз жылы болу керек, суыңыз жылы болу керек. Сол кезде сіздің жаңағыдай қамырыңыз тез көтеріледі. Ұнды қосамыз, 5-6 стакан ұн қосып, бұны үйлеп аламыз. Жаңағыдай начинкасы, яғни бетіне салатын колбаса, мен вареный жақсы көрем, помидор, және де бәріміз білетін сыр керек. Помидорды жаңағы теркадан өткізіп, сұйық май қоссақ, ол біздің жаңағы томаттың орнына кетчуп, немесе кейбіреулер кетчуп жағады. Соның орнына өте жақсы жаңағыдай натуральный дәм береді. Тестамыздың өзі мынау өте қалың тесто болып шығады. Сіздер қалсаңыздар, бұны тағы да екіге бөліп жұқарақ жасасаңыздар болады. Начинканы жаңағыдай шұжықты, помидорды саламыз. Ең астына жаңағыдай теркадан өткізілген сұйық майменен помидор жағамыз. Сырымызды теркадан өткізіп, үстіне сеуіп, енді осыны духовкаға салсамыз болады. Мен екеуі жасадым. Екіншісіне де дәл солай барлығын істеп, сырды жаңағыдай бетіне септім. Сосын бұны духовкаға 180 градусқа 25 минут, 30 минутта дайын болады. Астарыңыз дәмді болсын. Өз пиццамды жақсы көрем. Дәмі керемет болды. Астарыңыз дәмді болсын. Алтынай